Қалайық, Дариға Назарбаева туралы айтыла бастады. Естіген шығарсыздар, иә? Халықтың арасында неше түрлі әңгімелер айтылып жатыр қазіргі кезде. Өйткені бар мәселе вице-президент лауазымына қатысты. Өйткені бұл білесіздер, вице-президент лауазымы бұрын болған, алып тастады, кейіннен енді қайтадан енгізіп жатыр. Президент және вице-президент. Президент бар қазір, Тоқаев, енді вице-президент. Осы лауазымға кім лайықты және кім осы лауазымға барып отырады? Вице-президент, Қазақстанның вице-президенті кім болады деген кезде неше түрлі кандидаттардың аттарын атап, мынау лайықты, мынау лайықсыз деген сияқты бағасын беріп жатыр. Қоғам тарапынан беріліп жатыр, иә? Әртүрлі жаңағы нұсқалар айтылып жатыр. Мысалы, мен өткен жолы білесіздер, осы вице-президент лауазымына кім лайықты деген кезде санамалап тұрып бірнеше адамның атын айтқан болатынмын. Мысалы, менің ойымша вице-президент Тоқаевтың жақын, қасындағы ең жақын жүретін адамдарының бірі. Бірі де бірегей деп айтайықшы. Президент және вице-президент. Менің ойымша бұл орынға бір уақыттары білім саласын басқарған Асхат Аймағамбетов ағамыз лайықты десем, сіздер қарсы шықпайтын шығарсыздар деп ойлаймын. Өйткені бұл кісі мына маңдайының терін төгіп жүріп, мына білім саласын қалай өзгерткенін өздеріңіз білесіздер. Қаншама жаңағы ұрпақтар тәрбиеленіп келген әліппе мен ана тілі кетіп қалған кезде, сол әліппе ана тілімізді қайтадан мектепке алып келуге үлес қосқан. Мына Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың әліпбиінің негізінде, мына әліппесінің негізінде, мына оқу үрдісіне жаңаша серпін берген, тіпті бір уақыттары Асхат Аймағамбетов білім саласын басқарып тұрған министр болған кезде, тіпті оның рейтингі халықтың арасындағы жаңа сауалнама рейтингтерінде тіпті премьер-министрдің өзінен алға шығып кеткен болатын. Асхат Аймағамбетовтың есімі бұл енді бір сапа, качество деген бір сөздермен синонимдес деп айтсам болатын шығар. Енді қараңыздар, вице-президенттің тағы бір кандидатураны айтқым келіп отыр мен сіздерге. Бұл Бақытжан Базарбек ағамыз. Өте жаңағы қалай айтсам шыншыл, әділетті, сосын тайсалмай шындықты айта алатын адам. Бақытжан Базарбек ағамыз. Оны да жақсы білесіздер деп ойлаймын. Кублей ісі кезіндегі осы кісінің аты халыққа кеңінен мәлім болды деп ойлаймын. Вице-президент лауазымына бірнеше саусақпен санарлық адамдар лайық деп ойлаймын. Бірақ қазіргі кезде Дариға Назарбаеваның аты аталып жүр. Халықтың арасында қаңтар оқиғасынан кейін саясаттан мүлде кетіп қалған Дариға Назарбаева. Дариға Назарбаева вице-президент болама деген үлкен алаңдаушылық та бар, қызыға қарайтындар да бар. Өйткені Дариға Назарбаева, естеріңізде болса, қазір мына қаңтар оқиғасынан кейін аты аталмай кетті ғой. Бірақ қаңтар оқиғасына дейін кезеңді алып қараңыздаршы, Дариға Назарбаева кім болды? Сенатты басқарды. Сол кезде парламентте мен өз көзіммен көріп, сол жиналыстарына қатысқан едім. Дариға Назарбаева сенатты басқарды. Тоқаев та бір уақыттары сенатты басқарған болатын, иә? Кейіннен президент болды. Тоқаев президент болды, Дариға Назарбаева сенатты басқарды. Дариғаның жұлдызы жарқырап тұрған кездер, иә? Ал қаңтар оқиғасынан кейін Дариға тіпті саясатқа жолаудан қалды. Елдің алдынан кетіп қалды десек болады. Елдің көзіне көп түспейтін болды. Назарбаевтың айналасындағы қаншама адамдардың істі болғанын білесіздер, қаншамасы сотталды, қаншамасы кейін бостандыққа шықты. Енді қараңыздар, Дариға Назарбаева президент емес, ең болмаса жаңағы вице-президент лауазымына тағайындалатын болса, бұған қатты бір таңғалудың да қажеті жоқ шығар. Мүмкін. Енді әзірге белгісіз кім вице-президент болады деген нәрсе әлі белгісіз. Бұл лауазымға әлі біз былайынша кандидаттардың атын айтқанымызбен әлі белгісіз. Бірақ егер де болып жатса, Дариға Назарбаева, бұған қатты бір таңғалудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Бұған бірнеше аргументтерді келтіруге болатын шығар. Ол қалай? Жалпы қаңтар оқиғасынан кейін елде көптеген өзгерістер болды. Саяси өзгерістер, экономикалық терең өзгерістер болды. Әрине кейбір салада косметикалық әйтеуір сылап сипап қоятын өзгерістер болды, кейбір салаларда әйтеуір өзгерістер болып жатыр енді. Назарбаевтың тұсында түкірігі жерге түспей тұратындардың қаншамасы орындарынан кетті, қаншамасы ұсталды, қаншамасы шетел асып кетті. Шетелге шығарылған қаражаттарды елге қайтару процесі басталды. Ермұрат Бапи ағамыз, мына Бақытжан Базарбек ағаларымыз сияқты адамдардың депутат болып билікке келуі, шетелге шығарылған Назарбаевтың тұсында шетелге кеткен қаншама қаражатты елге қайтару процесі, бұлардың барлығын білесіздер. Бұл қаңтар оқиғасынан кейінгі кезең.
Енді қараңыздар, қаңтар оқиғасынан кейін осындай өзгерістер болып жатқан кезде қалай айтуға болады? Қайрат Боранбай дейтін адамның атын жақсы білесіздер деп ойлаймын. Қайрат футбол клубы бар, Қайрат Боранбаев деп, Қайрат Боранбаев енді бір адам ғой енді. Бұл адам Назарбаевтың жақын адамдарының бірі болды. Назарбаевтың дәуірі тұсында кәсіпкерлікпен аты шықты, бизнесмен, миллиондаған қаражаты бар, өте ықпалды кәсіпкер болған еді. Бірақ қаңтар оқиғасынан кейін бұл адам ұсталды. Қайрат Боранбаев ұсталды да әуелгіде 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасы сұралғанмен 6 жылға түсірді оның жазасын. Одан кейін ойлаңыздаршы, бұл адам бостандыққа шықты. Бостандыққа шыққанда қалай айтуға болады? Қаншама мүліктері тәркіленген, ақпарат құралдарына шықты. Енді біз жалпылама шыққан ақпарат айтамыз ғой. Енді шынайы ол адамның қанша мүлікті қайтарғанын, оны нақты айтып бере алмаймын шыны керек, өйткені бұқаралық ақпарат құралдарының бетіне шығады да ол нәрсе. Шынайы түрде оның қанша мүлкі тәркіленгені нақты цифрамен айта алмаймыз. Бірақ бұл адам бостандыққа шыққаны былай тұрсын, ұлттық паралимпиаданың басшысы болып кетті. Ұлттық паралимпиада комитетінің президенті болып кетті. Басында 8 жылға бас бостандығын айырып, одан айыру сұралған, одан кейін 6 жылға оның жазасын төмендету ұсынылған, одан кейін оны бостандыққа шығарып, бостандыққа шыққан аза енді ұлттық паралимпиада комитетінің президенті болып кетті. Бұны бірінші мысал деңіз. Енді сіздерге екінші мысалды келтірейін. Геннадий Головкиннің атын жақсы білесіздер деп ойлаймын. Қазақстанда ғана емес, әлемге әйгілі мына бокс саласында өзін дәлелдеген адамдардың бірі. Қазақстанның атын қаншама әлемге танытқан атақты спортшы. Қазақстанның ұлттық олимпиада комитетін басқаратын адам. Міне осы Головкиннің қол астында вице-президент Сәкен Мұсайбеков деген адам. Бұл адам жемқорлық бойынша ұсталған адам. Сот кінәлі деп тапқан адам. Жемқорлық бойынша ұсталған Сәкен Мұсайбеков кейіннен бостандыққа шықты. Және бостандыққа ғана шығып қойған жоқ, Қазақстанның ұлттық олимпиада комитетінің вице-президенті болып кетті. Бұны екінші мысал деп алыңыздар. Ойлап қарасаңыздар, енді бұл мәселелерді мен не үшін айтып жатырмын? Қазіргі кезде халықтың арасында қоғам тарапынан Дариға Назарбаева қайтадан билік басына келе ма, вице-президент лауазымына тағайындала ма деген сияқты мәселелер айтылып жатыр. Алдағы уақыттары Дариға Назарбаева вице-президент болып кетсе, қатты бір таңғалудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Өйткені сіздерге бірнеше жарқын мысалын келтірдім. Қаңтар оқиғасынан кейін ұсталған Қайрат Боранбайдың бостандыққа шыққаны, 8 жылға жаза тағайындауды сұрап, кейіннен 6 жылға түсіріп, одан кейін бостандыққа шыққан аздай ұлттық паралимпиада комитетінің президенті болып кетті. Ал Сәкен Мұсайбеков деген адам жемқорлық бойынша ұсталып, қамауға алынып, кейіннен бостандыққа шықты да, бостандыққа шыққан аздай Қазақстанның ұлттық олимпиада комитетінің вице-президенті болып кетті. Енді сіздерге келтіретін үшінші мысал дейікші. Бұл елді алаңдатқан, халықты ғана алаңдатып қоймаған, тіпті билік басында отырған депутаттардың өзін алаңдатқан Назарбаевтың Путинмен кездесуі. Назарбаевтың биліктен кеткеніне қарамастан ауық Путинмен кездесуі, олардың не әңгіме айтқаны, нені талқылағаны белгісіз. Ақпарат құралдарында керемет қылып, Путинмен ол жақын дос, сондықтан өткен кеткенді айтады деген сияқты қылып неше түрлі қылып айтады ғой енді. Бірақ олардың шымылдықтың ар жағында нені талқылағаны белгісіз. Және Назарбаевтың Қазақстанды 30 жылға жуық басқарған адамның және биліктен кеткен адамның, Қазақстанның бүге шүгесіне дейін құпияларын білетін адамның шетелге бұлай емін-еркін барып келуі және
Путинмен барып кездесуі бұл алаңдатарлық нәрсе шындап келгенде. Өйткені 30 жылға жуық елді басқарған адамның, Қазақстанның бүге шүгесіне дейін мемлекеттік құпияларын білетін адамның Путинмен барып кездесіп келуі бұл алаңдатарлық нәрсе. Енді қараңыздар, мен айтқым келгені мынау. Кейбір саясаттанушылар елдегі міне осы Путинмен кездесу кезінде Дариғаның мәселесінде талқылауы мүмкін дейді. Міне көріп отырсыздар ма? Дариға Назарбаева алдағы уақыттары вице-президент бола ма деген мәселені жан-жақты талдап қарастырып көрдік. Ал сіздің ойыңызша Дариға Назарбаеваның вице-президент болуы мүмкін ба? Қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыз және бұл видеоны барлық таныстарыңызға таратып жіберіңіз.